Кемпір-ау, кешек өткен күнің қайда? Түлеген түлкі түстес түрің қайда? Қырмызы қыз кезіңде қызықтырған қырд өскен қызғалдақтай гүлің қайда? Солардан қазір ырым жоқ, қылығыңдай қырың жоқ, күнге күйген көндейсің, сиқыңда жоқ сының жоқ. Деп дейсен ғой. Сөйтсе апамда қара жаяу емес, әмшесі жауап қайтарады. Шалым-ау, сен де бұрын жас болғансың, желікпе жігіттерге шіркін ай бас болған сен ай. Арақтан айдық ақшаң артылмайтын, мені кеп мазалайтын, шалым-ау мас болған сен ай. Сондағы қайда сылқымың, жылпостаған жылпыңың, ашар уақ боп отырсың, арығындай жылқының ай. Деп дейсен ғой. Домбырасын қағып ақсақал. Кемпір-ау, қыз күніңде қылпуш едің, аяғын қақсай басып сылтуш едің, аялап алақаның арқам пысып, қылықты қызметіңмен жылтуш едің. Қазір суық бұздайсың, мұныңды тағып бұзбайсың, сірекейің сірін емес сортанға біткен тұздайсың. 80-нің 7-сіне келгенше, кемпірдің сірекейін дәм білетіне деген шал деп қояды. Сол кезде апам тұрып жауап қайтарған екен дейді. Шалым-ау, айтқандарың тегін беді, жабысар желкемізден құрғырау желім бедің ай. Бұқаның өз өлсе де мұрын өлмейді, дейтұғын мәтеліңнің шалым-ау керіммеді ай. Сырыңның санай бермей беу сынықтарын, қыздардың қылға тізбе шалым-ау қылықтарын ай. Азғантай асалдында қымыз іште, тойып тоңқайдағы шіркін ай тынық шалым ай. Десе, ақсақалда мойындап, кемпір-ау, сен талай қымыз бердің балдайынан, тәттіден кеткен емес таңдайымнан, келіншекке бергісіз кемпірім-ау, келші бер сүйейін маңдайыңнан. Кемпірім сенің жақсының, мақтау ғой менің мақсатым, кемсітіп сені кеткенде, жолайма маған жас қатын деп айтты. Кемпір де риза боп ақсақалына. Шалым-ау, өзім өскен өңірімде, өзгені сүйген жоқпын өмірімде, әйтеуір етшемесемді сорып ішкендей, көтеріліп кейде қалар көңілімде. Менде бір осы сәтте биіктейін, қосылған қыркүйекте киіктейін, жасқанбай жақындашы, жаным шалым, сақалыңның астынан иіскейін деп айтты. Айренмен кемпірдің беті бері қараған сияқты.